Сәлеметсіздер ме? Біз бүгін әдемі құрақтардың бірі тырнақ құрағын тігетін боламыз. Ол үшін бізге міндетті түрде астар мата, ленталар, ақ түсті көзіміздің размері 3×3, ленталардың ені 3. Бір құрақ блогына шамамен 6-7 лента кетеді. Ақ түсті көздерімізді дәл осылай бірдей етіп қойып алып, біріктіріп тігеміз. Содан соң астар матамыздың бір бұрышынан бастап ақ түсті көзді біріктіріп тігіп, үстіне көк лентамызды жүргізіп шығамыз. Бір-біріне беттестіріп тігесіздер оң жағын. Келесіде біз ақ түсті біріктірген лентамызды тігеміз. Осы екі түсті лентамызды тіккенде мұқият болыңыздар, бір-бірінің үстіне шығып кетпеуі керек. Қазір ашқанда көресіздер, дәл осылай ұштары тура бір-біріне жанасуы қажет. Құрағымыз әдемі шығу үшін бір жағын осылай міндетті түрде тігіп алып отыру қажет. Енді келесі жағына тек қана көк түсті лентамызды тігеміз. Яғни бір жағына тек көк түсті лентамызды, екінші жағына ақ көзді біріктіріп тіккен лентамызды кезек-кезек тігіп отырамыз. Қажетті өлшем шыққанша дәл осылай кезекпен тігіп отырасыздар. Соңында құрақтарыңызды айналдырып тігіп, артық маталарын қиып тастаймыз.